Жақсы болды, не айтатынын тыңдап отырады. Assalamu alaikum. Osman Dadilov. Wa alaikum salam. Құрметті кеш жарық, Алматы парақшасының оқырмандары, бүгінгі біздің қонақта Алматы қаласының бас имамы Төле би Осман Дәділұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ислам және толеранттылық. Осман Дәділұлы, сөз кезегі өзіңізде осы тақырып жайында және де исламда толеранттылық бар ма? Осы жайында сөз қозғасаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Дін Алматы парақшасының көрермендері, бауырлар. Алла тағала мына бүгінгі күнімізді, жұма күнін баршамызға құтты, мүбәрак етсін. Осы күндегі игілікті амалдарымызды, жақсылықтарымызды Алла сауаптан еткей. Исламда толеранттылық бар ма деген сұрақпен сұхбат басталып отыр. Жалпы дініміз исламда, дәлірек айтқанда, мынау ардақты пайғамбарымыз осы дін исламды жайып бастаған кезде, өздеріңіз білесіздер, Меккеден Мадина қаласына хижрет жасады, көшті. Осындай бір ұлы көш бастау алды. Осы пайғамбарымыз көшкен кезде үш нәрсеге мән берді. Бірінші мәселе, осы сол көшіп барған кезде Алла елшісі, ол қалада яһудилер тұрып жатқан еді. Бірінші пайғамбарымыз не істеді? Ең бірінші ол ұлы көшті жасаған кезде бірінші жасаған ең әуелгі орындаған амалы бұл сол ағартушылыққа бастау болатын, мұсылмандардың құлшылық жасауына мүмкіндік беретін мешіт құрылысын қолға алды. Екінші, сол меккелік және мәдиналық мұсылмандардың арасындағы бір бауырмалдықты орнатуға күш салды. Оларды бір ата-анадан туғандай бауыр болуға, бір-біріне малында, барында беріп бөлісуге, бір жаңағы беру үшін бір бауырлық қарым-қатынасты орнатты. Үшінші, жаңа жоғарыда айтқанымыз, сол қалада тұрып жатқан яһудилер мен мұсылмандардың ортасындағы ынтымақты өмір сүру бір қағидаларын, заңын бекітті. Бұл екі жақтама келісімнің мазмұнында яһудилердің дініне, құлшылығына қол сұқпау және екеуі тұрып жатқан ортақ осы қаланы жаудан бірге қорғау деген мәселелер осы келісімнің мәтінінде шарттарына енгізілді. Бұл тарихи келісімді ғалымдар Мәдина конституциясы деп атайды. Міне бұл сіздің жаңағы исламда толеранттылық бар ма деген сауалыңызға пайғамбарымыздың осы алғашқы насихат жұмыстарында осы өзге дін өкіліне осындай жаңағы келісім арқылы олардың құқына, ар-намысына, тағы басқа да діни наным сенімдеріне қол сұқпағандығы көреміз. Міне демек, алғашқы пайғамбардың қолға алған жұмыстарының ішінде осы қарым-қатынасты реттеу, толеранттылыққа мән бергендігін, қаншалықты мән бергендігін көруімізге, анықтауымызға, көз жеткізуімізге болады. Ендігі кезекте осы жаңағы біздің қасиетті Құран кәрімде толеранттылық жайлы не айтылған? Осы жайында сөз қозғаймыз. Қасиетті Құранда
Анкабут сүресінде Алла тағала іштеріндегі зұлымдық қылғандарынан басқа кітап иелерімен көркем түрде ой пікір алмасыңдар дейді. Оларға бізге түсірілгенге де, сендерге түсірілгенге де иман келтірдік, және біздің тәңіріміз де, сендердің тәңірлерің де біреу де. Біз оған бой ұсынғандарданбыз деп айтыңдар деген аят бар. Демек, жаңағы жағаласып адам мұсылманның құқына қол салмай, онымен бейбіт келісімде өмір сүруге талпынған, сол қағидаттарды сақтаған адамдармен қандай қарым-қатынас жасау керек екенін осы аят баяндап отыр. Мысалы, бір адам жұмыс жасайды. Сол адамның жұмысқа басқа дін өкілін жұмысқа қызметкер ретінде алуына ешқандай бір кедергі жоқ. Сол басқа дін өкілімен әріптес болуы, бір дастарханда тамақтануы, бірлесіп бір қоғамдық шараларды атқаруы, жасауы, әлеуметтік қайырымдылық жобаларды, шараларды бірге жасауында ешқандай бір жаңағы сөкеттік жоқ. Ең бастысы бұл жерде әрқайсысының діни ұстанымына құрметпен қарау, қасиет деп білген мынау діни наным сенімді қадірлей білуі тиіс. Әрине, бұндай аяттарды көптеп келтіруге болады. Біз енді мына осының ішіндегі тақырыпқа қатысты келетін бұл осы аятты бүгін сіздерге айтып отырмыз. Сіздерге көп рахмет. Және де осы кезекте біздің мына қоғам, әрине, қоғамсыз дін болмайды, дінсіз қоғам болмайды. Осыған байланысты толеранттылықтың қоғам тұрақтылығындағы рөлі қандай? Осы жайында сөз қозғасаңыз. Жалпы бейбіт, келісім, түсіністік бұл қоғамда өте маңызды ұғымдар. Бұл жерде Абай атамыздың мына сөзін мысалға келтірсек, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділ етті. Міне, исламның жолы осы. Адамдарды, айналаңды сүю, оларды сүю деген жаңағы екі жастың тілімен айтатын сүю емес, бұл оларды құрметтеу, оның ұстанымын құрметтеу, оның салт дәстүрін құрметтеу. Тек қана біздіңкі ғана, менікі ғана ұстанымым дұрыс, біздің салт дәстүріміз ғана дұрыс, басқаныкі бұрыс деген нанымда емес. Халық болғаннан кейін, ел болғаннан кейін оның өзінің наным сенімі, оның әдет ғұрпы, салт дәстүрі болады. Міне осыларға құрметпен қарау, жаңағы қоғамдағы осы келісім, бейбітшілік, ынтымақ деген осы ұғымдар сақталмаса, ол қоғамда тұрақтылық болмайды. Толеранттылық болмаса, ол тыныштық болмайды. Тыныштық кеткен қоғамнан, ол жерде түрлі жаңағы құйтырқы әрекеттер, ол елдің басына әңгіртаяқ ойнату, ол жерде билеп төстеу сынды әртүрлі жағдайлар орын алуы мүмкін. Ал енді Алла тағала қаласа адамзаттың барлығын бір ұлт қылып қояр еді. Бірақ бұл Құдайдың басқа аятта айтылғандай, бұл бір-бірлеріңді тануларың үшін сендерді ұлттар мен ұлыстарға бөлдік дейді Алла тағала. Демек, бұл да бір Құдайдың хикметі, Құдайдың қалауы. Біреудің қазақ, өзбек, татар, әртүрлі болып, ұлттар болып жаратылу, бұл Құдайдың
адамзатты жаратудағы бір заңдылығы. Демек, осы хикметтің астарынан біз деген жақсылықты іздей білуіміз керек. Басқа халықты өзімізден жаңа төмен санап, үнемі жаңағы көктемдік жасауымыз керек, тағы басқа деген жағдайда емес. Сіз бен біздің ұстанымымыз олардың салтын, дәстүрін, тілін, олардың жаңағы ұстанымдарын құрметпен қарауымыз. Міне қоғамда бұл осы жағынан маңызды. Біз осыны сақтаған жағдайда ол қоғам тұрақты болады, ол қоғамда ауызбіршілік болады, ол қоғам дамиды, бірін-бірі түсіністікпен, жаңағы барлық жағынан. Діннің де дамуы, мына экономиканың да дамуы, білімнің дамуы, тағы басқа даму процестері тыныштық болған, бірін-бірі түсінген қоғамда ғана жүзеге асады. Сондықтан толеранттылықтың, келісімнің рөлі қай қоғамда да маңызды. Біз бұны астын сызбай айтуымыз керек. Тамаша, рахмет сізге, көп рахмет. Біздің осы келесі сұрағымыз мына ислам дінінің басқа дін өкілдеріне қарым-қатынасы қандай? Осы жайында айтсаңыз. Біз ана жоғарыда Мәдина конституциясы деп айтып өттік қой. Сол жерде сол мысалдың өзі көп нәрсені білдіреді. Яхуди халқына, бір қалада тұрып жатқан мұсылман мен яхуди халқының қарым-қатынасын, жаңағы құлшылығын, наным сенімін, тағы басқаларға қол сұқпау мәселелері бұл шартта қаралды. Осы сияқты мынау тағы бір оқиғаны айтуға болады. Пайғамбарымыздың мынау кітаптарында, Сияр пайғамбар өмірбаяны баяндалған кітаптарды қарасаңыз, Нажран деген христиан тайпасы өтеді. Бұлар Мадинаға келуі керек болады. Сол жерде Мадинаға келген кезде бұлар енді қалаға кірген бойда жаңағы мешітті бетке алады да. Мешітке барамыз деп, бірінші қадамдарын мешітке барамыз деп шешім қабылдайды. Сөйтіп, сол жаңағы құлшылықтар жасайтын уақыттары келіп қалады дағыны, мешіттің ішінде бұлар өздерінің ғибадатын жасауға ниет білдіреді. Жасасақ деп жаңағы сұрайды. Сонда бұған мұсылмандар, сахабалар бұған қарсы болады. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол жаңағы мұсылмандарға тиіспеңдер дейді. Көрдіңіз ба? Бірақ олар сол құлшылығын жасайды, шығысқа қарап құлшылықтарын жасайды дейді. Сол сияқты пайғамбарымыздың жаңағы сахабасы, мұсылмандардың әміршісі болған, халифа болған Хазіреті Омар Құддус қаласына арнайы барған кезде, сол қаладағы жаңағы дінбасы, христианның дінбасы жаңағы шіркеуге кіріп пайғамбар жаңағы Хазіреті Омарға намаз оқуын ұсынады. Сол кезде Хазіреті Омар ертең жаңағы мұсылмандар бұл шіркеуде Хазіреті Омар намаз оқыған деп шіркеуді тартып алуы мүмкін деп Хазіреті Омар ішке кірмей сыртта оқиды. Омар ұлы Абдулла мысалы құрбан айт кезінде жаңағы құрбандық еттерін таратқан кезде өзінің жаңағы яхуди көршісіне құрбандық еттерін апарып беруді қызметшісіне ұмытып кетпеңдер деп айтады екен. Құрбандық етінен қараңыз, сол яхуди көршісіне де таратуды тапсырады екен. Бұндай мысалдарды тізбектеп айта беруге болады. Көрдіңіз ба? Бұның барлығы ислам дінінің өзге дін өкілімен қандай қарым-қатынаста болу керектігін көрсетіп жатыр. Тағы бір мысал, екі бір сахаба айтады, Қайс ибн Саад және Сахл ибн Хунайф деген. Бұлар Қадисия деген жорықта жүрген кезде қастарынан бір жаназаны, бір мәйітті алып өтіп бара жатқанын көреді. Сөйтіп, сол адамға көтеріп бара жатқан табытқа құрмет көрсетіп, ана жерде жаңағы тұрып қалады.
сөйтіп адамдар айтады, бұл көтеріп кетіп бара жатқан адамның кім екенін білесіңдер ме сендер өзі? Бұл мұсылман емес қой дейді да, бұл адам, кетіп бара жатқан адам. Неге оған құрмет көрсетіп жатсыңдар деген кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам да осындай бір жаназа кетіп бара жатқан кезде, яһудидің жаназа бұл мәйіті ғой деген кезде, ол да пенде емес пе деп айтқаны бар. Сондықтан біз бұған қазір мына кетіп бара жатқан неге, жаңағы мәйітке құрмет көрсетіп жатырмыз дейді. Көрдіңіз ба? Демек, міне ислам діні мұсылман мен басқа дін өкілінің арасындағы қарым-қатынастың қалай болу керектігін айтады. Пайғамбарымыздың мына көрші ақысына қатысты айтқан хадисінде, өсиеттерінде айтады, кейбір көрші бар дейді, ол көршінің 3 ақысы бар дейді. Бір көрші бар, 2 ақысы бар дейді. Бір көрші бар, оның 1 ақысы бар дейді. Сол 1 ақысы бар көрші деген кім деген кезде, ол мұсылман емес, ол туысқан емес, ол көрші. Бірақ ол басқа дін өкілі да. Мейлі басқа дін өкілі болса да, сізде оның 1 ақысы бар. Қандай ақысы? Көршілік ақысы дейді. Хотя ол мұсылман емес, сонда да. Міне бұның барлығы, құрметті бауырлар, сіз бен бізге мұсылман мен өзге дін өкілінің арасындағы қарым-қатынастың қандай болу керек екенін көрсетеді. Жаңағы көршім орыс немесе басқа, оның малын ұрлай беруге болады, оны ұрып кетуге болады, оның дүниесін тартып алуға болады. Немесе осындай түсінікті, оның мүлкіне зиян келтіруге болады, құқығына қол салуға болады. Неге? Өйткені ол мұсылман емес. Көрдіңіз ба? Осындай түсінікті ойлауы мүмкін кейбір адамдар. Бұл қате түсінік. Әсілі мұсылман адам, жаңағы басқа дін өкілі болса да, ол мазлум ретінде, яғни зұлымдық көрген адам ретінде ертең Құдайдың алдында ақысын талап ете алады. Бұл жерде қызық емес, ол жәбір көрді ме? Жәбір көрген адам ретінде ол ертең ақысын талап ете алады. Біздің Осман Дәділұлы, бізде осы келесі сұрағымызда осы жаңағыда бері толеранттылық жайында әңгіме қосып жатырмыз. Осы толеранттылықтың өлшемі, болмаса шегі болады ма? Осы сұраққа. Толеранттылықтың шегі бола ма дейді? Шегі болатын жері, қоғамда. Өте дұрыс сұрақ. Енді мынау әрине барлық қарым-қатынастардың өзіндік шеңбер шегі бар. Дұрыс па? Кез келген қарым-қатынастың. Бұл заңдылық нәрсе. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Сол сияқты мына қоғамда дінаралық және адамдардың арасындағы қарым-қатынас дұрыс өрбу үшін өзіндік бір ереже, бір қағидалар, оның бір сондай несі болу керек. Қағидаты, ережесі болу керек. Ал енді діндер арасындағы толеранттылық бұл аса күрделі, жауапкершілігі мол ұғым. Ең бірінші, діндер арасында бір-біріне деген құрмет маңызды. Бұл бір. Асыл дінімізде, мысалы, өзге дін өкілдерінің діни көзқарасына, құлшылық үйлеріне ымырашылдықпен қарауға шақырады. Мысалы, ислам дәуірінде әртүрлі жорықтар, ғазауаттар болып тұрды. Осы кезінде ғибадат үйлеріне тиіспеңдер деді. Бұл пайғамбарымыздың тапсырмасы еді. Жорыққа шығып бара жатқан жаңағы сахабаларға осындай тапсырма берді. Жаңағы ағаштарды, талдарды қиратпаңдар, өртемеңдер, ауылды өртемеңдер деді мысалы. Сол ғибадат үйіндегі діни қызметкерге тиіспеңдер деді. Нең бар ол? Өз-өзімен құлшылығын жасап отқан адамға неге тиісесің оған? Көрдіңіз ба? Жорық деген не ол? Жорық деген, былайша айтқанда, адам басымен қайғы болып жатыр ол жерде.
ол жер ұрда-жық, ол жер үлкен бір соғыс қой енді деген. Әркім әлімжеттік жасайды ол жерде. Біреулер жаңағындай сол арқылы кек алады, біреулер өктемдік жасайды. Бірақ осындай жаңағы ғазауат кезінде, осындай соғыс майдандарының өзінде ислам басқа діндердің ғибадат үйлерін бұзбауға және олардың мынау жаңағы діни қызметкерлеріне сол жерде құлшылық жасап отқан оларға тиіспеуге үндейді. Екінші талап, сол өзге дін ұстанатын адамға оның діни наным сенімі бөлек болғандықтан зәредей зиян тигізбеу. Сонымен қатар діни толеранттылық деген ұғымның аясын біз дұрыс түсінуіміз керек. Бұл қалай? Біздің құқығымыз екінші адамның құқығы басталатын жерде бітетінін білуіміз керек. Түсіндіңіз ба? Менің құқығым деп жаңағы бізде деген не істейміз жаңағы? Басқа адамның құқығына қол сұғып қоямыз да, басқа адамның шекарасына кіріп кетеміз. Мысалы, мемлекеттердің, қалалардың шекарасы бар ғой. Осы шекараға барғанда Алматыдан шықсаңыз, Алматы облысы басталады мысалы. Мына жағыңызда тағы басқа біреу басталуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Бір шекараға барғаннан кейін екінші нәрсе басталған сияқты, сіз бен біздің құқығымыз келесі адамның құқығы басылатын жерге дейін ғана болу керек. Бұл адамдардың арасындағы осы қарым-қатынасты реттейді деген сөз. Ол қарым-қатынасты байланыстыруына, жаңағы мығым болуына, бір-бірінің көңілін қалдырмауына, кек сақтамауына, бұның соңы түрлі қылмыстық әрекеттерге бармауына себеп болады. Дінге құрмет дегеніміз бұл сол дін өкілдерінің діни құлшылықтарына қатысу деген сөз емес. Діни толеранттылық деген да. Енді көршіңіз орыс мысалы да, оның діни өзінің бір ғұрыптары бар, ғибадаттары бар. Енді сол жаңағы сол көршім толеранттылық деп сіз барып оның ғибадаттарына, құлшылықтарына қатысуыңыз бұл дұрыс емес. Түсіндіңіз бе? Өйткені біз мұсылманбыз, біздің өзіміздің қағидаларымыз бар, біздің өзіміздің ұстанымдарымыз бар. Біз соны сақтауымыз керек. Яғни әріптестің арасында басқа дін өкілдері бар. Оларға біз көңіл айтамыз, олар сабырға шақыруымыз мүмкін, оларға тағысын осындай бір жаңағы өзіміздің жанашырлығымызды қолдауымыз білдіруіміз мүмкін, бірақ оған жаңағы мұсылмандарға жасалатын мәміле ол жасалмайды. Яғни діни толеранттылық деп біз кейде жаңағы осындай шектен шығып кетіп жатамыз. Басқа дін өкіліне мысалы иманды болсын дейді. Алла артын қайырын берсін деген мұсылманға айтатын осындай жаңағы сөздерді айтып жатамыз да. Сондықтан бұрында біз жаңағы өзінің шекарасынан асырмай дұрыс қолдануымыз керек, бұны сақтауымыз керек, бұл өте маңызды нәрсе. Енді мысалы тағы осы жерде қосып кететін жағдай, мысалы бір жерде тұрып атымыз толеранттылық деп жаңағы көршісіне немесе тағы басқа жаңағы басқа ұлт өкіліне мұсылман қызын тұрмысқа беруі дұрыс емес. Көрдіңіз ба? Қағидаларды, ережелерді біз осыны сақтап жатырмыз деп біз өзіміздің мұсылманшылық қағидаларымыз бен ережелеріміз бұзып қоймауымыз керек. Және олардың да құқығына қол салмауымыз керек. Сізге көп рахмет. Көп өлшеммен шегін біле алдық. Енді біздің мына әділеттілік деген ұғым бар қоғамда. Әрине осы әділеттілік пен толеранттылық ұғымының байланысын айқындап кетсеңіз. Енді бұны байланыстырғанда
әділеттілік өте үлкен ұғым. Бұл бірінші Алланың алдындағы адамның құлшылығына әділ болуы, Алла тағаланың бұйырғандарына жаңағы әділетпен қарап соларды орындауы, тыйғанынан тыйылуы, ағайынның арасындағы, отбасыға қамқорлық жасаудағы, әріптестік қарым-қатынастағы, жауапкершілік кезіндегі, мұсылманның өзінің жауапкершілігіндегі қызметі, ол мемлекеттік қызмет, тағы басқа мекемелердегі қызметтеріндегі жауапкершілікті сезінуінің өзі осы қарым-қатынастарда, осы жауапкершіліктерде әділеттілікті басшылыққа алуы. Әрине, бұл енді екеуін байланыстырып қарайтын болсақ, осы ғибадаттарды, осы жауапкершіліктерді сезіне отырып, біздің жаңағы басқа дін өкілдеріне жоғарыда айтқанымыздай әділетсіздік жасап қоймау. Оларға жаңағы басқа дін өкілі ғой, оныкін ұрлай беруге болады деп хақсыздық жасап қоймау. Олардың жаңағы қарым-қатынаста болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Алыс-беріс болады. Адам бірге жаңағы партнер болып мүмкін, бірге сауда жасауы мүмкін, бірге бір жұмыс бастауы мүмкін. Міне осындай кездерде әділет, екі тарапқа да бірдей әділеттілік таныту. Яғни оның дініне бола, ұлтына бола, нәсіліне өзімізден төмендетіп, оған әділеттік жасауға болады деген. Жоқ, әділеттілікті егер жаңағы адам бойына өзіне бір мұсылмандық, қазақшылық бір жаңағы болмыс ретінде қалыптастыруды қаласа, онда бәріне бірдей әділетті болу керек. Бүгінгі тақырыбымыз ислам және толеранттылық болғандықтан, біздің елімізде қазіргі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының осы қоғамдағы бірлік пен дінаралық келісімді қамтамасыз етуде қандай үлесі бар? Осы соңғы сұрағымызбен осыны аяқтасақ. Енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ол Қазақстандағы мұсылмандардың қара шаңырағы. Түрлі пәтуалар, мәлімдемелер, шариғи шешімдер қабылдап халыққа жол ұсынады. Міне осы деп жаңағы ғибадаттарда, басқа да діни мерекелер кезінде өзінің ұстанымдарын жариялап отырады. Сонымен қатар басқа дін өкілдерімен Құранда, хадисте көрсетілгендей қарым-қатынас жасау арқылы діни басқарма елдегі мұсылмандарға осылай бір бағыт көрсетеді. Қалай болу керек қарым-қатынас? Мысалы, жуырда жаңағы бас муфти православтың жаңағы дін өкілімен кездесті. Бұл жерде осы дінаралық татулықты сақтау мәселелері қозғалды. Өзіңіз білесіз, жылда мынау 18 қазан рухани келісім күні. Осы рухани келісім күніне орай Алматы орталық мешітінде, осы Алматы қаласындағы бүкіл діни бірлестіктердің басшыларын шақырып, мешіттің діни қызметімен таныстырдық. Бізде жалпы неке қалай қиылады? Құран оқу, неке қию, 5 уақыт намаз, азан шақыру, діни рәсімдерімізді атқару, діни дәрістеріміз, сайтымыз, осыны жалпы біздің діни қызметіміздің барысымен таныстырдық. Қазақи дастархан ұсындық, дәм ұсындық. Одан бөлек осы дін істері басқармасының бастамасымен Алматы қаласында діни бірлестіктердің арнайы бас қосып отыратын клубы ашылған. Ол жерде де осы елдегі тұрақтылықты, дінаралық татулық пен конфессияаралық келісімді сақтау жолындағы әртүрлі шараларды бірлескен атқарып келеді. Мысалы, спорттық шаралар, мәдени шаралар, басқа да қоғамдық шараларда өте жаңағы осы дін өкілдері өздерінің белсенділігін көрсетіп келеді. Діни бірлестіктердің басшыларының бұндай бірлескен әрекеттер жасаудағы мақсат не? Мұндағы мақсат, осы діни
бірлестіктердің басшыларының артында қаншама жамағаттары бар, қаншама жаңағы келушілері бар, сенушілері бар. Міне осы кісілер өздерінің уағыздаушыларынан, яғни діни басшыларынан, жаңағы мысалы біздің тілмен айтқанда имамдарынан, өздерінің жаңағы сол діни ғибадаттарындағы сол діни бірлестіктің басшыларынан осы мәселелерді толеранттылықтың, келісімді сақтаудың көріністерін көргеннен кейін олардың да әрекеті осы сарында болады. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Алматы мешіттері қашанда осы бағыттағы жұмыстарын тоқтатқан емес. Өйткені діни қақтығыстар, жаңағы конфессияаралық келісімнің бұзылуы бұл еш уақытта біздің елге, біздің халқымызға жақсылықтар алып келмейді. Біздің ата-бабаларымыз кезінде қандай қиын заманда өмір сүріп жатса да, өздерінің балаларына бір тілім нан таппай қиналып отырған кезде де басқа ұлттың қаншама өкілдерін бауырына басқан. Міне толеранттылықтың көкесі. Сондықтан сондай қиын кезде осындай бейбіт заманда жаңағы сызат түспеуі керек, елдің ішіне бір жаңағы ылаң түспеуі керек деп ойлаймын. Алла тағала осы бірлігімізден айырмасын, танытып әрекет жасауымыздан айырмасын дегім келеді. Көптен көп рахмет Төлеби Оспан Дәділұлы. Бүгінгі арнайы уақытыңызды бөліп Дін Алматы парақшасына тікелей эфирге шығып, халықпен бірге болып, іліміңізбен, насихатыңызбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта осы жақсы бір тақырыптармен бөлісеміз деп ойдамыз. Және де осы айтқан насихатыңыз, біліміңіз осы Дін Алматы парақшасын көріп отқан көрермендерге пайдалы әрі жақсы болды деп білеміз. Сізге көптен көп рахмет, Төлеби Оспанұлы. Аумин. Рахмет сізге. Шыға берсем болады ғой? Иә, көп рахмет сізге. Дін Алматы парақшасы құрметті көрермендері, осымен біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Sorry.